Мұндағы сахнада тамылжыта ән шырқаған жандардың барлығы кәсіби әнші емес. Менің таңдауым мемлекеттік қызмет атты патриоттық ән байқауында өнер көрсеткен жандардың барлығы мемлекеттік мекемелерде еңбек ететін жандар. Төл мерекенің қарсаңында мемлекеттік қызмет және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті, мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасымен тізе қосып патриоттық ән байқауын өткізуді ұйғарыпты. Мемлекеттік қызметші күніне арнап бүгінгі таңда облыстық менің таңдауым мемлекеттік қызмет атты патриоттық әндер сайысын өткізіп отырмыз. Ең басты біздің ұстанып отырған мақсатымыз осы конкурсты өткізудегі ол мемлекеттік қызметтің жалпы имиджін көтеру және де патриотизмді дәріптеу болып табылады. Байқауға қатысуға ниетті аудандық қалалық әкімшіліктерде жалпы мемлекеттік қызметте еңбек ететін 25 адам өтініш білдірген. Шенеуніктер қауырт жұмыс күндеріне қарамастан аталмыш байқауға дайындыққа барларын салған. Бүгінгі шара бұл менің таңдауым мемлекеттік қызметкер деген патриоттық әндер шырқау байқауына келіп отырмыз. Өзі байқау деген жерден, туған елден басталмай ма? Міне туған еліңді, туған жеріңді сүйсең, онан кейін отаныңды сүю, ол нағыз патриот болып саналады. Байқау нәтижесі бойынша 3 жеңімпаз анықталмақ. Олар мемлекеттік қызметкерлер күні қарсаңында облыс әкімінің қатысуымен өтетін мерекелік шарада өнер көрсететін болады. Аян Алматұлы, Шалқар Алтынбек, Наталья Зайцев, 5-ші арна.